Сәлем достар. Бүгін Малайзиядағы саяхатымды сіздерге көрсетіп, осы ел жайлы айтып бермекшімін. Қазір мен Куала-Лумпурдың халықаралық әуежайынан кедендік бақылаудан өтіп, өзімнің дайындап қойған қонақ үйіме қарай жол тартып бара жатырмын. Әуежай өте үлкен, өте керемет, өте. Енді масқара, енді өте үлкен. Әуежайдың өзі бір қала ғой кәдімгідей ше. Мына жақта жүріп жатқан адамдардың өзі саны жетпейді, көп. Қысқасы, қазір қонақ үйді көрсетем. Бізбен бірге болыңыздар. Мына қыздан сим-карта алдым мен жаңа. Сөйтінде сим-картаны төлемей кетіп қалған шекарадан өтіп. Сөйтіп мына таксист тауып алдым. Сөйтіп ол таксистке түсіндіре алмай әлек мына қызды шақырып алдым бері қарай. Ақша әлі төлеген жоқ болса мен банкоматқа келіп тұрмыз қасына жақта. Мен жынды деген шығармалар. Қысқасы банкоматтан ақшаны шығарып әрең шығардық. Where is money? Where is money? Money, yeah. See money. Money. Ақша шығарып. Банкоматтар бұлардың 6 сан пин-код сұрайды екен. Соны әрең шығардық қой. Мені мазақ қылып жүр бұл алғысты. Жаңа қызды шығарып салдым 55 РМ деген. Рит па, неме? Малайлардың ақшасы көп қысқасы. Сондайын 55-ін бердім сим-карта үшін. Төлемей кетіп қалсам болатын еді, ұят болады дедім да құрсын. Ақсын жемейін деп төлеп. Ол маған сеніп берді де, өйткені шекарадан өтіп ал, содан сол жақтан барып төлейсің, ақша шығарып алыпты. Сонымен сондай жағдай. Hello. Әуежайдан әрең шықтым. Ақыры мына кісіге отырғызып жіберді, жаңағы мен таксистім. Сонымен кетіп бара жатырмыз. Қысқасы бұл жерден ақшаны шығарып алу керек екен банкоматтан. Банкоматтар ақшаны қабылдамайды. Каспий Голдты Халықбанк қабылдамайды визаларды. 6 санды құпия сөзді талап етеді. Неге екенін білмеймін. Ондай карталар бар ма не деп таңғалдым. Бізде өзі құпия сөздеріміз, пин-кодтарымыз 4 саннан ғой. Бұларда 6 саннан екен. Достар, мен сіздерге қазір қонақ үйді көрсетем. Енді білмеймін, бомба ғой, бомба. Керемет, тамаша. Мына қараңыздаршы. Кино ғой мынау, айналайын. Масқара, керемет бар ғой. Hey. Менен депозит алып жатыр, 100 РМ дейді, 300 РМ дейді, сосын менде ақша жоқ, мен визамен нетейін деп, картамен басайын десем, ештеңе алмайды, біз соны сізге қайтарамыз дейді, сонымен 100-ге келісті, сосын I love you baby десем, мен де I love you деп тұрды. Окей. Жігіттер, қыздар, достар, мынаны қараңыздар, мен осы қонақ үйді таңдаған кезде суреттерін бәрін мұқият қарап алғаным, өте керемет болған, бірақ шынтуайтында қандай екенін көріңіздерші, шынтуайтында. Мынау тамақ жейтін жері, тамақ жасайтын жері, жуынатын ыдыс-пыдыс, шай-пәй, мынау жуынатын жері, үстіне тіреп мына су сабындар тұрады, ағып кететін жері, дәретхана, қағаз, мынау. Мына айна өте керемет, мен бойыма әдемі лайық тұр. Бұндай айналар өте сирек, бұл әдемі айна. Енді қараңыздар, бұл нөмірдің ең кереметі, мына айна емес, мына теледидар емес, мына көрініс қой, мына көрініс. Мынаны қараңыздаршы, мынандай көріністер үшін, осындай кереметтерді көру үшін адам баласы өмір сүру керек шығар деп те ойлаймын да. Не деген мынау керемет, ғажап, таңғажайып, білмеймін. Айтып жеткізе алмайтын көрініс қой мынау. Шын джунгли, тас джунгли. Екеуінің қосындысы ғой мынау. Мынандай көрініс қай жерде бар айтыңыздаршы. Мен бірінші рет көріп тұрмын мынандай көріністі. Өте керемет, бар ғой. Андай жаңа аша салысымен, енді білмеймін енді. Айтып жеткізе алмаймын. Қатты қуанып тұрмын. Осындай керемет нөмірді таңдағаныма деймін. Бұдан да керемет нәрсе бар.
Budan da keremet narsa var. Onu men hali görgen jokmун. Biroq ol 38-qavatda. Endi жаңағыдан da keremet narsani ko'rsatam deb aytdim-ku sizlarga. Manani qarangizlar. Бассейн. Әйнек қой, мына ойлаңыздаршы. Не деген керемет, Не деген керемет. Осындайды көрмей өтіп кетіп жатамыз ғой біздерше. Осындай әдеміліктерді. Жігіттер, қыздар, білмеймін. Сендер де осы жерде болғандарыңды қалап тұрмын. Дәл тура сен осы жерде болған қалап тұрмын. Себебі мынандай керемет көріністі сен көрсең өмір бақи өлелгенше ұмытпайтын көріністі. Осындай бір керемет сәттер үшін өмір сүру керек те шығар деп те ойлаймын да. Енді жалпы Малайзия жайлы айтатын нәрсе көп. Бірақ тура қазір осы сәтте бақытты болайықшы. Мынаны қараңыздаршы. Керемет атмосфера. Керемет дизайн, керемет архитектура. Керемет басып жатыр. Мына жақта қараңыздар. Мынау телемұнара болса керек. Бұл жайлы ақпаратты толығырақ айтам. Мынау Twin Tower деп аталады. Бұл егіз мұнара, егіз мұнаралар. Мынау біреу ғана тұр дәл қазір осы жерде. Арғы бетінде тура осылай екіншісі тұр. Бұлардың биіктігі пәленбай метр. Мен ертең барған кезде мен сіздерге бұл жайлы ақпарат айтамын. Осы Малайзияның бойтұмары, біздің Қазақстанның бәйтерегі, көктөбесі сияқты. Бұл Малайзияның бойтұмары. Малайзияда осының қасында тұрып суретке түспесең, демек сен Малайзияда болған жоқсың деп есептей беруге болады. Енді мына құрылыстарды қараңыздар, не деген керемет ғимараттар енді. Әдемі ғой бәрі. Бәрі әдемі, керемет, тамаша. Осындай жерлерді көру керек, ел көру керек, жер көру керек, саяхаттау керек. Ең болмаса, кем дегенде жаның рахат үшін өзің тапқан табысыңды жаратқанға не жетсін. Иә, осы бар.